Ааларыңыз насылдым. Сәлем, қымбатты көрермендерім. Қалдарыңыз қалай? Жер дүлейін жалпы болжамға көрейік. Торпақтар, бекештер және Таутеке жұлдызындағы менің сүйкімді де сүйікті де қазыналы көрермендеріме не болып жатыр екен бұл кісілерде, бұл ханымдарда? Күйеуіммен татуластым дейді. Қуаныштымын. Күйеулеріңізбен татулассаңыздар, егер жігіттеріңіз қайта хабарласып, қайта махаббаттарыңыз жанданып жатса, өте қуаныштымын. Егер әлі ондай болмаса, демек болады. Уайымдамаңыздар. Қатты күйзеліске, жан күйзелісіне кіріп кетпеңіздер. Бұл жерде күресудің қажеті жоқ. Бұл жерде ер адам, ол бәрі сіздікі. Қалайсыз ба, қаламайсыз ба? Енді қалайсыз ба, қаламайсыз ба? Сіз не істесеңіз де, қандай іс-әрекет жасасаңыз да, жасамасаңыз да, ол бәрі сіздің тағдырлық ер азаматыңыз. Ер азаматтарға ол бәрі сіздің отбасыңыз, ол келіншек. Сондықтан бұл жерде қайта қосылу, қайта татуласу. Бір-бірлеріңізге қазынасыздар ғой, бір-бірлеріңізге сыйсыздар ғой бұл әлемнің. Сондықтан бір-бірлеріңізді қатты жақсы көріп, бұл жерде енді махаббаттарыңызды енді миллиард енді пайызға бөліңіздер енді. Дәмді ас, келсе жаңа тұзды ванна, уқалаулардың түрлерін жаттап алып, керемет эфир иіс майлармен майлап, бір-бірлеріңізге керемет романтикалық кеш ұйымдастырыңыздар, шамдар жағып, шараптар ішіп, өмірі жасап көрмеген тамақ жасап көріңіз. Болмаса, қаражаттарыңыз болса, қымбаттау жерге барып, мейрамханаларға барып, тамақтаныңыздар. Бала шағаны тәрбиешіге, болмаса туыстарыңызға қалдырып. Бұл жерде сіз және сіздің күйеуіңіз ғой. Егер ер адамдар көріп жатса, онда сіздің келіншегіңіз, екеуіңіз бір-бірлеріңізге сайсыздар, бір-бірлеріңіз үшін аса керексіздер. Құдай енді барлық тілеулеріңізді берсін.